Абай атындағы нөмірі 2 мектеп қабырғасында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздікті жырлаймын атты мәнерлеп оқу сайысы ұйымдастырылды. Өз отанын сүюге, туған елінің тарихын, зиялы тұлғаларын тануға шақырған байқауға барлығы 44 оқушы қатысты. Шара барысында оқушылар отан, тәуелсіздік, ұлтжандылық жайлы өлеңдерді мәнерлеп оқыды. Қазақстан отаным, азат елім, мейірімді қонақ жай ғажап елім. Қайрат, ладат, сабира, үндеп тұрар, егеменді тәуелсіз азат жерім. Желтоқсанның ызғарын атқа шалған, бұздақтарым көздерін жасқа малған. Сол жастардың жанымен келген жеңіс, азаттықтың көк туын қолға алған. Қазақ халқы үшін 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының орны ерекше. Бұл көтеріліс талай боздақтарды арамыздан ерте алып кетті. Қанды желтоқсанға арналған өлең жырдың көптігі де оның қасиетін айқындап тұрғандай. Ата-бабам аңсаған, азаттықты қарсы алған. Жер жаһанға, ғаламға бостанамын деп жар салған. Құлдық сана тамұқтан, құтылдық қой қамыттан. Қазақ өзін паш етіп, бар әлемге танытқан. Сәлиялдап тағзым етпей болаларынан өткендер. Желтоқсанда ысқырықтан тітіркеніп көкпенбен. Бұл жер қалқам асқақ рухшамысы өткен жер. Ертесейген арын тізді шаштан сөйлеп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып күзген алған. Алаң шетін қоршап тұрған шашаларға ала көк. Жас бүлдіршін сезімімді жанар етіп қарап. Сол арада елестейді сатқындықты қарап. Көбігін дарабет. Егеменді еліміздің ертеңі бүгінгі өскелең ұрпақ. Олардың бойына ұлтжандылық қасиеттерді сіңіріп, болашақта бейбіт елдің игілігіне қалтықсыз қызмет етулері үшін бұндай байқаулардың өтуі әбден орынды. Өлең оқу, жатқа оқу, соның ішінде мәнерлеп оқу, актерлік шеберлік деген, ол не болса да қолды сірнеп, жаңағы айта беру емес. Кез келген тыңдаушы сол өлеңді тыңдап отырып, сол өлеңді сезіне білсе, сол өлеңді өзіне өткізсе, жаңағы өлеңді оқушы соны жеткізе білсе тыңдаушыға, бұл шеберлік міне. Яғни оқушының керемет өлеңді оқығаны, дауыс ырғағы, киімі, жүріс-тұрысы, соның барлығы осындай оқуларда, осындай сайыстарда жаңағы еленуде. Шынымен-ақ оқушылардың тыңғылықты дайындықтары бірден байқалып тұрды. Қатысушы ұл-қыздар ұлттық киімдерін киініп алып, тәуелсіздік тақырыбындағы өлең жолдарын жатқа мәнерлеп айтып, тіпті шағын қойылымда көрсетті. Ал балалардың өнерін арнайы құрылған қазылар алқасы бағалады. Сайыс қорытындысы бойынша үздік өнер көрсеткен оқушылар алғыс хаттармен марапатталып, оларға шағын сыйлықтар да табысталды. Ал тәуелсіздікті жырлаймын мәнерлеп оқудан Ақназар Ислямхан, Каусар Бейсенбай, Нұрдана Пазыл және Зейнат Белдубаеваларға бас жүлде бұйырды.